Байланыс және ақпарат қызметкерлері күні мерекесі қарсаңында Петропавл қаласының әкімі журналистер қауымын кәсіби мерекемен құттықтап, үздік журналистерді марапаттады. Шаһар басшысы жаңалықтарды жұртшылыққа жедел жеткізіп, қоғамдық мәселелердің шешімін табуда журналистердің сіңіріп отырған еңбегі зор екенін атап өтті. Біз барлық телеарна және радио мерзімді баспа өнімдері мен полиграфиялық сала қызметкерлеріне өзіміздің құрметімізді білдіреміз. Осы тамаша мерекемен құттықтай отыра, сіздерге зор денсаулық, сәттілік және шығармашылық табыс тілейміз. Қаламдарыңыз шыңдала берсін. Төл мереке күні қаламы қарымды бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне қала әкімінің алғыс хаты арнайы сыйақысы табысталды. Біздің арнаның тілшісі Сәлима Сағындықова да қала әкімінің алғыс хатына ие болды. Осы күні республикалық арнаның меншікті тілшілері де марапатқа ие болды. Солардың бірі Таң телеарнасының меншікті тілшісі Әсем Айтулова. Барлық телевизия мамандарын бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Барлығына да бақыт тілеймін. Қаламдарыңыз үнемі шыңдалып жүрсін. Бізді 4-ші билік өкілдері деп атайды, сол атқа лайық болайық. Және де бүгін қала әкімі Марат Исмағамбетовтің қолынан осындай алғыс хат алу мен үшін үлкен бақыт. Бұл менің өмірімдегі алғашқы осындай үлкен марапат. Ұзағынан болсын деп ойлаймын. Өмірмен бірге біте қайнасқан журналист мамандарын біз де өз тарапымыздан кәсіби мерекелерімен құттықтаймыз. Қаламдарыңыз ұшқыр болсын. Қызығы мен шыжығы араласқан жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз.